Саламатсыздар ма? Саламатсызбы. Бүгін бізде тау-кен электромеханикалық пәндер апталығына қош келдіңдер. Бұл апталықта сіздермен, яғни ГМ23 тобы, қазақ тобымен, мен сіздердің кураторларым, Гүлбаршын Дарибаевна, яғни сіздермен бірге бір ойын сайысын жүргізбекшімін. Сіздерге үй жұмыс тапсырмасы ретінде 3 топқа бөлініп, топтардың аттарын атауға үй тапсырма ретінде берілді. Яғни, сол үй жұмысы ретінде 3 топ өздерінің аттарын атасын, топтарын аттарын, сосын капитандарын өздерін таныстырып, топтарын таныстырып кетсін. Таныстырсам аламын ма? Болады, азамат. Мен оңтүстік жезқазған кеніші тобынан боламын. Аты жөнім Азамат Абылайхан. Біздің топта келесі кеншілері бар: Момық Асхат, Таға Еркебұлан және де мен Азамат Абылайхан. Жақсы, оңтүстік кеніші өзін таныстырды. Екінші топ? Мен таныстырам. Мади, таныстырамыз. Мен Мақсұлы Мәди, Шығыс Жезқазған кеніші тобының капитанымын. Біздегі келесі кеншілер ол Серіков Мадияр және Сатыбалды Дарын. Жақсы. Үшінші топ? Мен айтам ба? Жақсы, айта ғой. Мен Әбдікәрім Нұржан, солтүстік Жезқазған кенішінің тобының капитаным боламын. Біздің топта Нұрсұлтан Нұршуақ және де Төлеутай Батырхан. Жақсы. Үй тапсырмасын тамаша орындады. Енді осы 3 топ сіздерге мен бүгін сайыс дайындап қойдым. Яғни ол сайыста сіздер 3 біздің Жезқазған өңіріндегі 3 үлкен кеніш өндірісінен, яғни атауын алдыңыздар. Яғни өте тамаша. Соған байланысты сіздерге кеніштер бізде бүгін миллион ұтып алуға келді деген ойын сайысын жүргіземін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ең бірінші сіздермен, жаңа сіздер айтқандай, 3 командаға бөлдіңіздер. Яғни оңтүстік Жезқазған кеніші, солтүстік Жезқазған кеніші, шығыс Жезқазған кеніші. Сайыс кенішшілер миллион ұтуға келді деп аталынады. Бұл сайыстың мақсаты білімділік, яғни студенттердің ойлау қабілетін арттыру, ойын өрісін дамыту, жаңашылдық ғылыми техниканың жетістіктерін жетілдіру табылады. Дамытушылық мақсатымыз болашақ мамандығына деген қызығушылығын арттыру, оқып меңгергенін есте сақтай білу, дұрыс шешім қабылдауға дағдыландыру. Тәрбиелік мақсатта жеке жұмыс жасай білуге үйрету, дағдыландыру, ұйымшылдыққа, мақсаттарына жете білуге тәрбиелеу. Яғни бұл жерде сайыс өту жоспары, өздеріңіз жаңа 3 топ бір-бірімен сайысқа түсесіздер. Әрбір топ 3 студенттен таңдалынған екен. Ең соңында ойын барысында бізде сайыстың төрағасы ГМ23 тобының студенті Қамал Шыңғыс тағайындалды. Бұл Қамал Шыңғыс бізде сайыстың төрағасы ретінде ұпайларды жинап отырады. Ең соңында қорытынды ұпайын сіздерге айтады. Сонымен бастаймыз. Дайындаламыз. Яғни кеніштер миллион ұтуға келді деген ой. Жақсы, ал бастаймыз. Ең бірінші сұрақ оңтүстік Жезқазған кенішіне беріледі. Шахтаның электрмен жабдықталуы электр қондырғыларды пайдалану ережесіне байланысты қанша категорияға бөлінеді? Оңтүстік Жезқазған кеніші? 3 категория.
Сенімдісіңдер ма? Я Категория. Шахтаны электрмен жабдықтау электр қондырғыларды пайдалану ережесіне байланысты қанша категорияға бөлінеді? Жоқ, бес категория. Команда капитаны 5 категория дейді. Жақсы. Өте тамаша. Оңтүстік жезған кеніші 500 ұпай ұтты. Екінші сұрақ солтүстік жезған кенішіне беріледі. Егер солтүстік жезған кеніші дұрыс жауап берсе, так, яғни ұпай жеңеді. Шахта мен кеніштіктерде үшінші категорияға жататын жабдықтарды атаңыз дейді. Жауабы жабық жылынбайтын қарапайым желдетуі бар бөлмелерде қолданылады. Екінші жауабы ашық жылынбайтын қарапайым желдетуі бар бөлмелерде қолданылады дейді. Үшінші категорияға не жатады? Солтүстік жезған кеніші, ойлап жауап береміз. А жауабы. Muallim A болады, A жайық. А жауабы, я? Мен жүргізуші болады. А жауабын айтайын ба? Басайын ба? Я. Жақсы. Дұрыс жауап берді. Яғни 1000 ұпай солтүстік жезған кенішіне кетті. 1000 ұпай. Келесі ұпай 5000. 5000 ұпай. Шығыс жезған кеніші. Егер дұрыс жауап берсеңіздер, 5000 ұпай атасыздар. Электрмен жабдықтау дегеніміз не? Тұтынушыларды электр энергиямен жабдықтау, тұтынушыларды жабдықтармен жабдықтау. А. Muallim. А. Так, шығыс жезған кеніші А жауабы ма? Я. Так, шығыс жезған кеніші А жауабы дейді. Дұрыс. Дұрыс жауап. Келесі ұпай 50.000 ұпай. 50.000 ұпай оңтүстік жезған кенішіне барады, егерде дұрыс жауап айтса. Кейін қазбадағы қыру трассасына 50 бұрышы. 55 градус, 35 градус. Оңтүстік жезған кеніші қандай жауап айтамыз? 55 градус. 55 градус. Оңтүстік жезған кеніші. 55 градус. 55 градус. 35 па? Я. 55. 55. Оңтүстік жезған кеніші. Қайсын баса? 55 градус. Анық білесің ме 55 екен? Мүмкін 55 емес шығар. Сен 55 егер дұрыс жауап бермесең, 50.000 теңгеңізді айырылып қалады. 35 түгеніші мұғалім. 35 пе екен сонымен? 35 түгеніші. 35 градус болды ма? Жауап өзгерді ғой. Тамаша. Өзгерді жауап. 35 градус деп баса берейін ма? Оңтүстік жезған кеніші. Я muallim Баса беріңіз. Жақсы. Тамаша. Көрдіңіз ба? 50.000 ұпайдан айырылып бара жатырмыз. 50.000 ұпай кетті оңтүстік жезған кенішке. Келесі. Солтүстік жезған кеніші. Жауап беріңіздер. Bir секционда жиналмалы қырғыштар қалай белгіленеді? В. Жезған кеніші. В сығышы. Так, жауап беріп жатқан Нұржан, я? Қай жауап берсіз? В. В, я, Нұржан? Жақсы. Дұрыс жауап бердіңдер. Яғни 250.000 ұпай солтүстік жезған кенішіне кетті. Солтүстік жезған кенішіне. Келесі. Шахта мен кеніштерде комплексті электр жарықтандыру бірнеше бөлімдерден тұрады. Қандай? Бұл сұрақ шығыс жезған кенішіне. Шығыс жезған кенішіне. 250.000 ұпай. А жоқ. 1 миллион. Отасыздар. Егер дұрыс жауап айтсаңыздар. Шығыс жезған кеніші. Қандай варианттар? Жауап нұсқалары орталықтандырылған қос жүйе. Екінші жауап ішкі жарықтандыру жүйесі, үстіндегі беттегі тұтынушылардың электр жабдықтау жүйесі. Жауап сұрақ мынандай: шахта мен кеніштердегі комплексті электр жарықтандыру бірнеше бөлмелерде тұрады. Қандай? В. В дейді шығыс жезған кеніші. В ғой, я? В muallim. Д? В. В ма? А емес қой, я?
В ғой? Бірнеше дегеннен кейін біз В деп ойлап отырмыз сол. Дұрыс жауап беріңіздер. Жарайсың, дұрыс таптыңдар. Ары қарай кеттік. 1 миллион шығыс жезқазған кенішіне кетті. Бірінші 1 миллион. Негізі 3. Так. Так, оңтүстік жезқазған кеніші. Без категорияға бөлінеді. Үш категория. Категория дейді. 500 ұпай оңтүстік жезқазған кенішіне кетті. Екінші сұрақ. Солтүстік жезқазған кеніші. Шахта және кеніштіктерде екінші категорияға жататын қондырғылар. Солтүстік жезқазған кеніші. Қайсы? В. Қай жауап дұрыс? В. В? Нұршуақ В ма? Я В моль. Я В. Тамаша. Тамаша. Мың ұпай солтүстік жезқазғанға кетті. Келесі сұрақ. Электрмен жабдықтау дегеніміз не? Шығыс жезқазған кеніші. Электрмен жабдықтау дегеніміз не? Шығыс жезқазған кеніші. Қай В. В? В. Жауап. Тамаша. 5000 ұпай шығыс жезқазған кенішіне кетті. Келесі сұрақ. Оңтүстік жезқазған кеніші. 35 градус моль. 5 градус. Қыру трассасының 51-ші. 35 градус. Тамаша. Оңтүстік жезқазған кеніші 50.000 ұпай ұтты. Келесі сұрақ. Солтүстік жезқазған кеніші. Дара жетек дегеніміз не? Солтүстік жезқазған кеніші. Электр энергиясы қозғалыс станокқа бақылаушы жетек арқылы беріледі, немесе қозғалтқыш жекеленген орындаушы механизмді қозғалта алады. Қай жауап дұрыс екен? Дара жетек дегеніміз не? Қозғалтқыш жекеленген орындаушы механизмді қозғалта алады. Энергия іс қозғалыс станокқа бақылаушы жетек арқылы беріледі. Кан? Қане жауап күтем. Солтүстік жезқазған кеніші ғой, айтын еді. Я. Солтүстік жезқазған кеніші. Қай жауап деп? А. Жекеленген орындаушы механизмді қозғалта алады. Энергия іс қозғалыс станокқа бақылаушы жетек арқылы беріледі. А ма? Аны баса берейін ма? Вош. Енді командалармен ақылдасыңдар, қай сұрақ дұрыс, қай жауап дұрыс? Солтүстік жезқазған кеніші. Қайсын басайын? В. В ма? Нұржан, Нұршуақ, Батырхан. Я. В баса берейін ба? Я моль. Тамаша. Солтүстік жезқазған кеніші 250.000 ұтып алды. Келесі сұрақ. Шығыс жезқазған кеніші. Тау-кен қазба орындарында өздігінен жүретін вагондардың максималды орын ауыстыру көлемі қандай? Тау-кен қазба орындарында шығыс жезқазған кеніші. Қай жауап дұрыс? 400 сөйлем. 400. Осыны баса берейін ба? Нақты білесіңдер ма? 800. 800 ба? 400. 400 метр ма? 400 деп ойладым. Анық 400 баса берейін ба? Шығыс жезқазған кенішілері. Баса беріңіз. Жақсы, тамаша. 2 миллионды шығыс жезқазған кеніші ұтып алды. Енді қайтадан шығыс жезқазған кенішінен бастаймыз. Шығыс жезқазған кенішінен бастаймыз. Керісінше санаймыз. Шахта мен кеніштікте бірінші категорияға жататын электр қондырғылар. Қай жауап дұрыс? Шығыс жезқазған кеніші.
500 ұпай сіздердікі бар, дұрыс жауап айтсаңыздар. Шахта мен кеніштікте бірінші категорияға жататын электр қондырғылар. Қай жауап дұрыс? В. Ашық кеңістікте қолданылатын электр жабдықтар. Солай ма? Анық мен- ғой, иә? Мен өз басым сол ойлап отырмын. Жауап беріп жатқан кім? Дарын. Да. Ашық кеңістікте қолданылатын электр жабдықтар, яғни бірінші категорияға жататындар, иә? Осын баса берейін ба, Дарын? Мадияр, құптайсыңдар ма? Ады А, емес. А. Деп басайын ба? Бассаңыз. О, дұрыс болмаса, ұпайларын азайып қалады ғой. Жайды, В дейікші. Просто. Дұрыс болып шықты. Тамам. Merci. 500 ұпай шығыс жезған кенішіне жазылды. Келесі солтүстік жезған кеніші. Жауап береміз. Шахта және кеніштерде екінші категория жататын қондырғылар. Солтүстік жезған кеніші. А дейді. Жақсы, дұрыс жауап бердіңдер. Солтүстік жезған кеніші 1000 ұпай сіздерге кетті. Үшіншісі, оңтүстік жезған кеніші. Ішкі электр жабдықтау жүйесі не жатады? Сыртта енгізу жатады, немесе ішкі электр жабдықтау жүйесіне тереңдетіліп қазылған тарату станциялары қосылады. В. Оңтүстік жезған кеніші. Анық білесіңдер ме? Баса берейін ба? Баса беріңіз. Тамаша. Оңтүстік жезған кеніші 5000 ұпай ұтып алды. Келесі шығыс жезған кеніші. Кеніштік кешен қалай жіктеледі? Кеніштік кешен қалай жіктеледі? Оңтүстік жезған кеніші. Дұрыс айттым ба? Не оңтүстік жезған кеніші? А дейді. Осын баса берейін ба? Еркебұлан, Асхат. Абылай. Тамаша. Оңтүстік жезған кеніші бізде 50 000 қоса ұтып алды. Келесі шығыс жезған кеніші. Бір секционда жиналмалы қырғыштар қалай белгіленеді дейді. Шығыс жезған кеніші. Бір секционда жиналмалы қырғыштар. Жауап А дейді. Дұрыс. 250 000 шығыс жезған кенішіне кетті. Келесі сұрақ. Жарық шахтамен кеніштіктердегі комплексті электр жарықтандыру бірнеше бөлімдерден тұрады. Қандай? В дейді. В. Солтүстік жезған кеніші. Дұрыс па? Солтүстік жезған кеніші. В дейді. В дедік. Дұрыс. Тамаша. Тамаша таптыңдар. Солтүстік жезған кеніші миллион ба? Болды. 3 миллион бар тұғын, 3 миллион жұмсалды. Сонымен біздің сайыстың төрағасы не дейді? Сайыстың төрағасына 1 минут уақыт береміз. Бізге балдарды санап береді. Қай команда, яғни қанша ұтып алды? 1 минут уақыт береміз. Яғни кім көбірек ақша ұтып алды бізде? Миллион ұтып алды. Қай команда? Оңтүстік жезған кеніші ме, солтүстік жезған кеніші ме? Жоқ, әлде шығыс жезған кеніші ме? Негізі шығыс алып тұр ғой негізі. Солай ма? Біз алып тұрық қой. Оңтүстік алып тұр ғой. Оңтүстік жезған кеніші бізде миллион ұтпады, я? Бізде солтүстік жезған кеніші 1 миллион ұтып алды, сосын шығыс жезған кеніші 2 миллионнан артық ұтып алды, я? Жалпы санап отырсақ. Солай ғой Шыңғыс, я? Шығыста 2 миллион 260 мың 500. Солтүстікте
солтүстік солтүстікте 1.500.000 1.500.020. 500.020. Тамаша. 500.020. Оңтүстікте бізде 550, 600, 650, 55. Қанша? қазір айтамын, оңтүстікте 150, 200, 210 өдім, я? иә. 210 мың, я? Совет сайысының қорытысына келетін болсақ, шығыс. Бізде бірінші орын миллион ұтып алған шығыс жезған кеніші. Аха. Шапалақ. Екінші орын. Шапалақ шығыс жезған кеніші ұтты бізде. Тамаша. Яғни қолдарымды көтеріңдер. Тамаша. Мади, Мадияр, Дарын, я? Қолдарымызды көтереміз. Кәні? Дарын, Мадияр, Мади, тамаша жарайсыңдар. Сосын солтүстік жезған кеніші 1.500.000 ұтып алды. Кәні? Түрлерін көрсетін Нұржан, Нұршуақ, Батырхан. Өздеріңді көрсетіңдер. Солтүстік жезған кеніші Нұржан, Нұршуақ, Батырхан. Тамаша. Сосын оңтүстік жезған кеніші 210.000 ұтып алды. Ол да жаман емес. Тамаша. Сайысқа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сайыс өте қызықты болды. Әсіресе шығыс жезған кенішіне үлкен сыйлық ұтып алғандарына құттықтаймын сіздерді. Рахмет сіздерге қатысқандарыңыз үшін. Осымен біздің тау-кен электрлі механикалық пәндер апталығындағы кеніштер миллион ұтуға келді сайысына осымен аяқталды. Қатысқандарына рахмет. Сіздердің ұтып алған жүлделерімен құттықтаймын. Біздің сайыс осымен аяқталды. Жақсы мұғалім. Sağ ol. Сіздерге ұнады ма сайыс? Сіздерге ұнады ма? Ұнады.